жемқорлыққа қарсы күресіп жүрген азаматтарға қарсы қысымдар болып жатыр. Ол рас. Ол ауруын жасырған өледі дейді. Ибраев жаңағы ауданының әкімінің орынбасары. Мен денсаулығым кезінде болмаған, баламда сол не болмаған емес, сол жағдайда ол мен тікелей эфирге түсіріп тұрғанын көріп тұр жаңағыдай. Менің намысыма тиетін сөздер айтқан үшін ол видеода жазбада көрсетілген. Мен уже намысым өртеніп, енді мына жоғары жаққа шағымданған себебім де сол болып тұр да, шара қолдану керек қой. Не болмаса тәрбиелесін. Не айтам мен? Сіз өзіңіз не шара қолданасыз? Біз сізге қандай ұсыныспен ету керек? Или сіздің әлде құзыреттілігіңіз жетпей ма осыған? Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз. Сен алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Қазақстандықтар, мен Жан Шыңғыс. Бүгін сіздермен бірге Алматы қаласындағы құрылып жатқан Алаш ұлттық патриоттық партиясының штабында. Сіздермен бірге бүгін мемлекеттік қызметкер Алматы облысы оңтүстік аймақ бойынша жемқорлыққа қарсы агенттіктің басшысы Алпысбай Бауыржан Рахатұлы келіп отыр. Бізге бүгін диалогқа халықтың наразылығын, халықтың арыздарын тыңдау үшін, және де бүгін белсенді азаматшамыз, қарапайым халықтың атынан келіп отырған Айман апайымыз келіп отыр. Өздеріңізге белгілі, елімізде көптеген жемқорлық рисклары, жемқорлық әрекеттер болып жатыр. Ол жасырын емес. Негізі президентіміздің айтып отырған естуші мемлекет деген реформалары жүзеге асқанымен көптеген мәселелер шешуін таппай отыр. Азаматтар өз тарапынан жемқорлыққа қарсы агенттікке қолдау көрсете отырып, өз тараптарынан жемқорлықпен күресуге ықтималдық көрсетіп жатса да, бірақ өкінішке орай кейбір мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан бұндай азаматтарға қысым көрсетіліп отыр. Бұл жерде міне рахмет сізге, Бауыржан Рахатұлы, уақытыңызды бөліп бізге келіп отырғаныңыз үшін. Сіз бірінші мемлекеттік қызметкер шығарсыз. Осы Алаштың құрылып жатқан штабына келіп отырған Алматы қаласы бойынша рахмет айтам. Сізге де рахмет айтам. Біздің мақсатымыз бұл жерде тек қана осы площадкада кездесіп пікір таласу емес, өз тарапымыздан халықтың атынан құрылып жатқан партия ретінде билікке және де мемлекеттік қызметкерлердің тарапынан ұсыныс ойларымызды айтып, және де сол мәселелерді шешу механизмдерін ұсыну. Өйткені қазір таңда мемлекетте болып жатқан мәселенің бәрін біз білеміз, бірақ шешу жолдарын және механизмдарын көбі біле бермейді. Ол бәрімізге белгілі. Айман апайымызды түсіндіре кетсем, бұл кісі де өзі жастар саяжайы Іле ауданы Ашылбақ ауылдық округінен. Бұл кісі мен саяжайдың мәселесін көтеріп жүрген азаматша ретінде білем. Енді өкінішке орай Бауыржан Рахатұлы, ол рас. Біздің енді мемлекет қызметкерлер тарапынан жемқорлыққа қарсы күресіп жүрген азаматтарға қарсы қысымдар болып жатыр. Ол рас. Ол ауруын жасырған өледі дейді. Бұл азаматша міне осы ақпан айында сізге барған кезде, агенттікке барған кезде арыз тастап кеткен. Оның алдында 5 ақпан күні бұл кісі Іле ауданының әкімнің орынбасарына қатысты арыз жазған болатын. Бірақ өкінішке орай арыздарымызға қарамастан бұл кісі міне бүгін маған келген жауап хаттарын алып, өзінің қанағаттандырмайтынын біліп білдіріп отыр. Осыған қатысты бұл кісі өзінің ойын айтса және ұсынысын айтқысы келіп отыр. Бұл кісі қазір сізді кінәлап сынаудан артық, бірақ келіп жатқан жауаптарға қарасақ, енді бір жерлерде қателіктер бар ау деп ойлаймын біздің жұмысымызда. Сол жұмыстарды реттеу үшін біз міндеттіміз халықты тыңдауға. Айта беріңіз. Мен осы жастар саяжайынан өзім жаңа семьялық отбасының жағдайына байланысты осы Іле ауданының әкіміне жазылғам жаңа қабылдауына. Бірақ бірнеше ай өтті, ол кісілер шақырмады. Заңды түрде жазылдым да, тіркеуге барып. Одан кейін жаңағы менің қызымды денсаулығына байланысты жаңағы болды. Сол кезде сол жазған арыз шағымыма жауап сұрауға барғам. Одан кейін жаңағы Іле ауданында сол кезде журналистер келді Астанадан. Осындай не жағдай болды деп барып білуге барған кезде Іле ауданының әкімі жаңағы жабық түрде сұхбат беріп отырғанын естіп, сондай жағдаймен барған кезде біз мынандай осындай Ибраев жаңағы Іле ауданының әкімінің орынбасары Ибраевтың осындай несіне. Қандай ол кісі сіздің ар-намысыңызға, мен қазір арызыңызға тиетін сөздер айтты? Ар-намысыңызға тиді. Мен денсаулығым кезінде болмаған, баламда сол не болмаған емес, сол жағдайда соны мені тікелей эфирге түсіріп тұрғанымызды көріп тұрды да, жаңағыдай менің ар-намысыма тиетін сөз айтты. Бұл әкімшілік болғаннан кейін, бұл халықпен жұмыс жасағаннан кейін өзінің
өздерінің несі болады да, субординациясы сақтау керек, этиканы сақтау керек. Ол мен тікелей эфирге түсіріп тұрғанын көріп тұр, жаңағыдай менің намысыма тиетін сөздер айтқан үшін ол видеода, жазбада көрсетілген. Мына жауаптарға мен қанағаттанбаймын. Бұл маған жауап келген Алматы облысының басқармасынан жауап келген, және департамент госслужбы Алматы облысы бойынша. Бұл жерде Ибраев мырзаның жаңағы ауданының орынбасарының ешқандай байқалмады дейді. Мен бұл жауаптарына қанағаттанбаймын. Себебі сіз өзіңіз осы жауапқа өзіңіз қанағаттанасыз ба? Сіздің тарапыңыздан қандай шара қолданасыз? Сол егер мен етпесеңіз, сіздер ашық алаңға шақырыңыз Ибраев мырзаны, экспертизаға жіберейік, жаңа экспертизаға жазыңыз видеоны. Сол жерде бәрі көрсетілген, ол кісі маған не сөйлегені. Бұл мен қай жерге барсам да, врач, амбулаториялық неге барсам да, маған врач, сіз туберкулез, сіз анау деген андай әңгіме айтылмайды. Менің ауруымды айтуға бүкіл міне бәр жерде бүкіл әлем еститін болды енді менің. Шындығына керек болса. Ол менің намысымды таптаған. Егер бізге осындай әкімшіліктің осындай сөзбен қарсы алып, мен уже намысым өртеніп, енді мына жоғары жаққа шағымданған себебім де сол болып тұр да. Шара қолдану керек қой. Не болмаса тәрбиелесін. Не айтамын, сіз өзіңіз не шара қолданасыз? Біз сізге қандай ұсыныспен ету керек? Или сіздің әлде құзыреттілігіңіз жетпей ма? Жан, сіз рахмет, осындай жаңағы біз қабылдау жүргізіп бірлесе отырып, осындай ең бірінші біз мемлекет, естуші мемлекет дейді. Сол себептен мен қазір ашық, енді әрқашанда біз қабылдауға дайынбыз. Қандай сұрақ болмаса да, біздің құзыретімізге кірмесе де, біз сізге жаңағы өзіміздің анықтап, түсіндіріп, қалай одан арғата мына арыз шағымдарыңызды қалай қарастыруға, бәрін қай мемлекеттік мекемеге барып шағымдануға болады, бәрін айтып түсіндіруге біз тырысамыз. Әрқашанда есігіміз ашық, мен қабылдау күнімен түнімен жүргізе бере аламын. Әр күні мен жұмысымда қабылдау жүргіземін. Айман, ең біріншіден сізге бізге сенімді болса келіп арыз жазып отырыңыз. Өзіңізге де жаздық қой. Мен түсіндім сізді, Айман. Ең біріншіден біздің құзыретімізге біз құқық қорғау органымыз. Ең біріншіден біз жаңа қылмыстық іс алдын алу, жаңа болдырмау және ашу бойынша қылмыстық істерді қарау бойынша біздің құзыретімізге жатады. Ең біріншіден солай. Екіншіден бұл жерде жаңа сіздің арызда көрсетіп тұрған мына мәселенің бәрі біздің құзыретімізге, енді бұл жерде құзырет бол, ең бірінші бұл жерде мына шаралар жаңағы өзінің бұл әкімшілік құқық бұзушылық болуы мүмкін, және дисциплинарлық дейді ғой, сондай шаралар болуы мүмкін. Бұл жаңа ең бірінші құзыретті мекеме бұны тексеріп жүргізіп, жаңағы сіздің ар намысыңызға келетін сөздер айтқан үшін, жаңағы сізді ар намысыңызға келтірген үшін, осындай жаңағы сөздер айтқан үшін, сіздің жаңағы медициналық жаңағы құпия, сіз ауруды жария ету бойынша, бұл жерде қазір шара қолдану керек. Ол ең біріншіден сіздің ол жаңа аудио, видео жазбаларыңыз болатын болса, мен сізді түсіндім, сол арыз шағымға қосып, осы неге арызға видеоңызды беру керек еді. Мен ол видеоңызды көрген жоқпын. Фейсбук парақшасында тұр. Мен сізді түсіндім, біз енді мемлекеттік жаңағы Қазақстан Республикасы мемлекеттік істер жаңағы агенттігіне жібердік, біз Алматы облысы бойынша. Олар тексеріс жүргізді. Мына сізге берген жауап ол бізден келген жоқ, ол солардан жіберді. Солардың сол жауабына қанағаттанбаймын. Бұл жерде ешқандай әдептілік байқалмайды деген. Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 181 бабы 5 бөліміне, конечно, алдын ала тексеріс жұмыстарын жүргізу үшін бірақ мына жерде осы мына сіздің арызыңыз бойынша біз шешім қабылдау үшін біз неге жібергенбіз? Түсінгенім бойынша Қазақстан Республикасы мемлекеттік істер жөніндегі агенттігіне сіз өзіңіз түсініп отырсыз, бұл жерде бұл жаңа ар намысқа тиетін жаңа медициналық құпия нелерді жариялаған үшін жаңа ол кісілерге қатысты ол қылмыстық іс видеода бар. Мен сіз түсіндім, ол видеоны сіз қосымша қосуыңыз керек еді. Қосымша олар көрініп отыр, көрдік деді. Көрініп тұрған нәрсені олар көрген жоқпыз деп тұр да. Алматы облысынан сіз әкімшіліктен де жауап алдыңыз. Бұл жерде Іле ауданының әкімінің орынбасары тарапынан белсенді азаматты жаңағы өзінің құқықтарын талап еткен үшін қудалау деп санаймын. Өйткені бірінші жаңа видеоны қарап отырсаңыз, бұл кісілерді алдында міне жауап тұр. Бұл кісі бармас бұрын әкімдікке
өзінің мәселесімен арыз жазған. Ал Иә, өзіңізге сол белгілі мәселе мемлекеттік қызметкер жеке тұлға және заңды тұлғаға 15 күннің ішінде жауап беру керек. Жауап алмағаннан кейін бұл кісі амалсыздан барып жаңағы көмек сұрап барады ғой әкімдікке. Оның бәрін көрдік біз өзіміз халықпен бірге. Сол кезде бұл кісі осындай әрекет жасаған. Енді сіз айтып отырсыз, иә, қылмыстық әрекет. Менің ойымша бұл жерде мемлекеттік қызметкерлер не ғана итермей, сіздің мына кісінің жазған арызына сіздер өз тараптарыңыздан ұсыныс жазуларыңыз керек. Өйткені бұл жерде мемлекеттік қызметтер істері жөніндегі агенттік облыс бойынша және Алматы облысының әкімінің орынбасарының жемқорлық рискілері бар деп ойлаймын. Оны тексеру үшін сіз, мен ойлаймын, сіз тек қана жоқ деп айтуға құқыңыз жоқ. Өз тарапыңыздан керек болса біз де жазайық, ұсыныспен шығуымыз керекпіз. Мына азаматшаның бұл кісі не үшін келіп отыр? Тек қана бізден осындай жауап алу үшін келіп отқан жоқ. Бұл кісі әділдікке жетуі керек. Өйткені қазіргі кезде естуші мемлекет деген реформаға, соған саясатқа қол жеткіміз келсе, осындай мемлекеттік, халықпен сынаспайтын мемлекеттік қызметкерлердің жауапқа тартып, олар тәрбиелеуіміз керек. Көрдіңіз ба? Солай істейік. Содан кейін мен сізді қосымша Айман, сұрайын деген тағы да екінші арызым бойынша мен жастар саяжайында тұрып жатырмын. Бізде де осы жомарттық сияқты жаңағыдай заңсыз ақша жиналады, ешқандай несіз. Міне одан кейін карантин кезінде маған қолма-қол ақша талап етеді. Осы да арыз жазылған. Арызда көрсетілді. Осы арыздарға жауап жоқ. Жоқ, Айман, мен сізді еміршіден. Одан кейін карантин кезінде маған қолма-қол ақша талап етеді. Осы да арыз жазылған. Арызда көрсетілді. Осы арыздарға жауап жоқ. Жоқ, Айман, мен сізді еміршіден. Біз мемлекеттік қызметкерлерге қатысты және мемлекеттік қызметкерлерге тиісті жаңағы теңестірілген азаматтарға қатысты біз құқық қорғау органымыз. Емірші саяжайының төрағасына қатысты жазылса арызда. Саяжайының төрағасы ол мемлекеттік қызметкер емес. Біз өз лауазымымызға байланысты, құзыретімізге байланысты тексеріс жұмыстарын жүргізуіміз керек. Бұл жерде еміршіде полиция қызметкерлері бар. Ол арызыңыз, шағымыңыздан полиция қызметкерлерін жазуыңыз керек еміршіден. Өйткені бұл жерде жаңа саяжайының төрағасы қайталап өтейін, ол мемлекеттік қызметкер емес, даже теңестірілген қызметкер емес. Бұл жерде мемлекеттің несі жоқ, қаражаты да жоқ бұл жерде. Енді түсінікті, біз енді қолымыздан келгенше арызыңыз келген жағдайда біз қарастырып, жаңағы өкілетті мекемеге, құзырлы мекемеге жолдаймыз. Олар құзырлы мекемелер жаңағы тексеріс жүргізіп, нәтижесі бойынша сізге хабар беру керек жаңа. Өзі заңмен көрсетілген неде аралықта, уақыт аралықтарда. Сіздерге мен Айман, сіздерді қазір мына уақыттың тығыздығына байланысты рұқсат болса, мен қазір жаңағы нені етсем, онда Бауыржан Рахатұлы былай келісейік. Арыздан бөлек бір былай келісейік. Біз енді бұл жерге уақытты алып, сіздің уақытыңызды, азаматшаның уақытын алғанда тек қана сол сөз ретінде бұл жерде қалмасын. Бізді бүкіл қазақстандықтар керіп отыр. Бұл азаматтардың менемен көптеген жауаптарын бізге нәтиже керек. Сондықтан біз былай келісейік, Бауыржан Рахатұлы, сіздер өз тараптарыңыздан осы әкімдіктің қызметкеріне қатысты, әкім орынбасарына қатысты арыз түсіресіздер, экспертиза байланысты. Біз өз тарапымыздан құрылып жатқан Алаш партиясының атынан бізде өзіміз сізбен бірігіп ұсынысымызды жібереміз. Соның негізінде біз жауапқа